Абылай, жалпы қалай жағдай? Нормально ма? Болады. Биыл көмір жақ. Көмір жақтық, айтылдым, мұнтонда көмір жақтық. Жетті ма, әйтеуір? Алдыңыз ба? Биыл проблема болған жоқ, көмірден жақсы, ешқандай жақсы болған жоқ. Қанша көмір кетті қыста? Осы жаңа жылдан былай қарай 1000 тонна жақтық қой. 1000 тонна? 1000 тонна деген ештеңе емес қой ол. 1000 тонна. Жаңа жылдан бастап мына жылы. Өйткені міне былтыр 1000 гектар еді, қазір 1600 бірдеме, да? Субсидия беріңіз, өзіңіздің араласуыңызбен оған рахметімізді айтамыз. Кеше бір Голландиядан бір кісі келіп еді, мен айтып едім, біздерде Түркістан өңірінде қазір уақытта 1500 гектар бар деп, ол күледі. Біз кішкентай Голландияда 100 000 дейді, одан да астам. Так, біздің қазір диқаншылық бұрынғы диқаншылық емес. Бұрын жаңа Құдай берсе болады, бермесе болмайды. Қазір әрекет жасап жатыр. Технологиялар шығып жатыр. Барлығын қолданып жатыр. Бұрынғыдан 3 есе, 4 еседен көп өнім алатын. Есеп жасау керек, есеп. Сол мониторинг жүргізіп есепте. Мына теплицаның бір жақсы, мысалы, басқаларда жоқ кезде шығаруға болады ғой. Иә. Мысалы, күзде, қыста. Мына қорғайтын бір көлем болу керек, адамдар болу керек. Біз өсіп жатырық қой. 1500 гектарды қорғаймыз ба? 1500 гектар? Сіздер 1500 гектарды 10 гектар қылыңыздар. Жоқ, сіздің 1500 гектарыңыз кімді асырайды? Бізде ең бастысы істей алатын адамдар бар. Біз осы потенциалымыздан айырылып қалмауымыз керек. Мына әкімшіліктің айтуынша биыл көбейді шамалы. Иә, көбейді. Соның арқасында почти қанша жерді өзінің 1 миллиардтан артылып, арзан продукциямен қамтамасыз етіп отыр. Жақсы, біз қарсы емеспіз, сала беріңіз. Бұған бізге ештеңе дәлелдеу қажет емес.